Ангина – тамақ ауруы. Ангина – адамзатқа ежелден таныс ең кең таралған аурулардың бірі. Бұл дерттің негізгі нысанасы жұтқыншақ пен бадамша бездер. Адам тамақ ішкенде, суық су ішкенде, қатты шаршағанда немесе иммунитет әлсірегенде, бірінші болып жұқпалы микробтар бадамша бездерге шабуыл жасайды. Сондықтан халық арасында ангина тамақ ауруы деп аталып кеткен. Ангинаның ерекшелігі ол тек қана жергілікті қабыну процесі емес, бүкіл ағзаға ықпал ететін ауру. Дұрыс емделмесе жүрек, бүйрек, буын секілді маңызды мүшелерге ауыр салдар қалдыруы мүмкін. Тарихқа көз жүгіртсек, ангинаға байланысты алғашқы жазбалар Гиппократ заманда кездескен. 9 ғасырда бактериялар ашылғаннан кейін ангинаның нақты қоздырғыштары анықтала бастады. Бүгінде медицина ангинаны емдеудің әртүрлі тәсілдерін ұсынады. Бірақ аурудың алдын алу әлі де аса маңызды болып қала береді. Тамақтың анатомиясы мен физиологиясы ангинаны толық түсіну үшін алдымен тамақтың құрылымына, бадамша бездердің қызметіне тоқталған жөн. Жұтқыншақ ас қорыту және тыныс алу жүйесінің қиылысқан жері. Ол үш бөлікке бөлінеді. Мұрын жұтқыншақ өнуғықа, ауыз жұтқыншақ, арингс, көмей жұтқыншақ, гипофарингс. Жұтқыншақтың қабырғасы кілегейлі қабатпен қапталған, оның астында қан тамырлары, лимфа түйіндері орналасқан. Бадамша бездердің қызметі. Ауыз жұтқыншақта екі ірі бадамша без орналасқан, олар таңдай бадамшалары. Сонымен бірге тіл асты, жұтқыншақ және түтік бадамша бездері бар. Бұлардың барлығы бірігіп Вальдейер-Пирогов сакинасын құрайды. Бұл сакина адамның иммундық қорғаныс жүйесінің бірінші шебі. Бадамша бездер ағзаға түскен әртүрлі микробтарды ұстап, оларға қарсы антиденелер түзеді. Егер иммунитет әлсіресе, осы бездердің өздері қабынып, ангина пайда болады. Балалық шақта бадамша бездер өте үлкен болып келеді. Себебі баланың ағзасы сыртқы ортаға жаңа бейімделіп жатады. Жасөспірім шақта олардың көлемі кішірейеді, бірақ қызметі өмір бойы сақталады. Ангинаның себептері. Ангина полиэтиологиялық ауру, яғни оның пайда болуына бірнеше түрлі себеп әсер етуі мүмкін. Бактериялық инфекциялар. Ангинаның ең жиі себебі бета-гемолитикалық стрептококок А тобы. Бұл бактерия бадамша бездерді зақымдап қана қоймай, ағзада аллергиялық иммундық реакция туғызып, ревматизм, гломерулонефрит секілді асқынуларға әкелуі мүмкін. Сонымен қатар стафилокок, пневмокок, гонокок та ангина шақыра алады. 2. Вирустық ангина. Аденовирустар, герпес вирусы, коксаки вирусы да тамақты қабындырып, ангина белгілерін тудырады. 3. Саңырау құлақтық ангина. Жандида альбичанс секілді саңырау құлақтар әлсіреген иммунитет кезінде бадамша бездерде көбейіп, ақ қақ түзіп, ангина белгілерін береді. 4. Аллергиялық және басқа факторлар. Суық ауа, шаң, химиялық тітіркендіргіштер, дұрыс тамақтанбау да тамақтағы қорғаныш қабілетті төмендетіп, ангинаның дамуына жол ашады. Ангинаның түрлері. Катаральды ангина, жеңіл түрі, тамақ қызарып ісінеді, дене қызуы сәл көтеріледі. Фолликулярлы ангина, бадамша бездерде сары ақ нүктелер пайда болады. Лакунарлы ангина, ириң бадамша бездің ойықтарына жиналады. Жаралы некрозды ангина, сұр жасыл түсті қақ, тіндердің өлуі байқалады. Герпестік ангина, көпіршікті бөртпелер түрінде көрінеді. Созылмалы ангина, жиі қайталанып, бадамша бездер тұрақты қабынған жағдайда болады. Аурудың даму механизмі, инфекцияның ағзаға қалай енетінін және қандай өзгерістер туындайтынын қарастырайық. Инфекцияның түсу жолдары. Ауа тамшы арқылы. Жөтел, түшкіру кезінде микробтар ауаға тарайды да, басқа адамның тамағына түседі. Тұрмыстық жол. Лас ыдыс ортақ қолданылатын заттар арқылы. Ішкі инфекция ошақтарынан, кариес, созылмалы тонзиллит, гайморит секілді аурулардан. Қабыну процесінің кезеңдері. Инкубациялық кезең, микробтар бадамша безге еніп көбейе бастайды. Бастапқы қабыну, бездері сініп, қан тамырлары кеңейеді. Иріңді кезең, фолликулдар мен лакуналарда ирің жиналады. Жалпы интоксикация, микробтардан шыққан токсиндер қанға тарап, бас ауру, әлсіздік, қызба шақырады. Иммундық жүйе микробтарға қарсы антиденелер шығарады. Бірақ кейде бұл антиденелер ағзаның өз тіндерін қате шабуылдап, ревматизм, бүйрек қабынуы секілді асқынуларға әкеледі. Бұл ағзаға зиян келтіруі мүмкін, сондықтан дұрыс ем маңызды. Ангинаның негізгі белгілері.
Тамақтағы ауырсыну, жұтынғанда күшейеді, кейде құлаққа беріледі. Дене қызуы, әдетте 38-40 градусқа дейін көтеріледі. Жалпы әлсіздік, қалтырап тоңу, бас ауру, бұлшық еттің сырқырауы. Аймақтық лимфа түйіндерінің ісінуі, әсіресе мойын астындағы бездер ауырады. Ауыздағы жағымсыз иіс, ирің жиналғанда байқалады. Тамақты тексергенде қызару, ісіну, ақсары қақ немесе ирің көрінеді. Диагностика, клиникалық тексеру. Фарингоскопия кезінде бадамша бездің ісінгені, қақпен жабылғаны анық көрінеді. Зертханалық талдаулар, жалпы қан талдауы, лейкоциттердің, этжнің жоғарылауы. Жұтқыншақтан жағында алу, қоздырғышты табу, антибиотикке сезімталдығын анықтау. ПТР диагностикасы вирустық түрін анықтау үшін. Дифференциалды диагностика ангинаны дифтериядан, мононуклеоздан, фарингиттен ажырату қажет. Емдеу тәсілдері. Ангинаны емдеу, кешенді шара. Бір медикаментозды ем антибиотиктер. Стрептокок ангинасында пенициллин, амоксициллин, цефалоспориндер қолданылады. Вирусқа қарсы дәрілер, герпестік ангинада ацикловир. Қызуды түсіретін дәрілер, парацетамол, ибупрофен. Ауырсынуды басатын спрейлер мен пастилкалар. Егер жергілікті ем, тамақты тұзды сумен, түймедақ тұнбасымен шаю. Антисептикалық спрейлер қолдану. 3. Физиотерапия, УФ сәулесімен емдеу, ультрадыбыстық терапия. 4. Хирургиялық ем. Егер ангина жиі қайталанса немесе асқынса, бадамша безді алып тастау, тонзиллектомия. Ангинаның асқынулары, жергілікті асқынулар, паратонзиллярлы абсцесс, бадамша маңында ирің жиналуы, флегмона, иріңнің мойын тіндеріне таралуы, ортаңғы құлақ қабынуы, жалпы асқынулар, ревматизм, жүрек қақпақшаларының зақымдануы, гломерулонефрит, бүйрек қабынуы, сепсис, инфекцияның қанға таралуы. Келесі бөлімде балалар мен жүкті әйелдердегі ерекшеліктерге тоқталамыз. Балалардағы ангина. Ангина әсіресе балалар арасында кең таралған. Себебі олардың иммундық жүйесі әлі толық қалыптаспаған, ал бадамша бездер салыстырмалы түрде үлкен болады. Ерекшеліктері. Балаларда ауру әдетте тез басталады, қызуы күрт көтеріледі. Әлсіздік, жылауықтық, тамақ ішуден бас тарту жиі байқалады. Кейде иш өту, құсу секілді қосымша белгілер қосылады. Асқыну қаупі жоғары, отит, ревматизм, жүрек және буын аурулары, жалпы ағзаның улануы. Емдеу мен күтім маңызды. Антибиотик тек дәрігердің тағайындауымен беріледі. Жұмсақ, жылы тағамдар, сорпа, пюре ұсынылады. Баланы жылы ұстау, төсекте тыныш жатқызу маңызды. Көбірек сұйықтық ішкізу қажет. Жүкті әйелдердегі ангина. Жүкті әйел үшін ангина аса қауіпті ауру. Ол тек ананың денсаулығына емес, болашақ балаға да зиян келтіруі мүмкін. Ерте жүктілікте ангина түсік тастау қаупін арттырады. Жоғары қызбаурықтың дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Қауіпсіз емдеу жолдары. Антибиотик тек қатаң дәрігер бақылауымен, ұрыққа қауіпсіз топтан, пенициллин, цефалоспорин. Халықтық әдістердің жеңіл түрлері. Тұзды сумен шаю, түймедақ тұнбасы. Қызуды түсіру үшін парацетамол қолдануға болады, бірақ аспириннен аулақ болу қажет. Алдын алу. Жүкті әйел өзін суықтан сақтап, дұрыс тамақтануы, дәрумен қабылдауы маңызды. Ангина мен халық медицинасындағы емдер. Түймедақ тұнбасы қабынуға қарсы әсер етеді. Шалфей жапырағы микробтарға қарсы. Календула гүлдері ауызды шаюға қолданылады. Бал микробтарға қарсы қасиеті бар, бірақ қыздырылған түрін емес, бөлме температурасында қолдану керек. Сарымсақ, табиғи антибиотик ретінде белгілі. Лимон, құрамындағы С дәрумені иммунитетті көтереді. Жылы сусындар, сүт пен бал, итмұрын қайнатпасы пайдалы дәрумен береді. Заманауи көзқарас, дәрігерлер халықтық әдістерді қосымша ретінде қолдануға рұқсат етеді. Бірақ негізгі ем ретінде антибиотик пен дәрі-дәрмекті алмастырмайды. Алдын алу шаралары, жеке гигиена, тіс пен ауыз қуысының күтімі. Жеке ыдыс пайдалану, ауру адаммен тығыз қарым-қатынастан аулақ болу. Иммунитетті күшейту, дұрыс тамақтану, дәруменге бай тағамдар жеу. Спорт, таза ауада серуендеу. Суық тиюден сақтану, суық сусындарды шамадан тыс ішпеу. Маусымдық уақытта жылы киіну. Жалпы шаралар, мектеп, балабақшада балаларды жиі тексеру. Әрбір ангинаны толық емдеп бітіру. Әлемдік статистика. Ангина бүкіл әлемде ең жиі кездесетін жұқпалы аурулардың бірі. ДД мәліметі бойынша, жыл сайын әлемде шамамен 600 миллионға жуық адам ангинамен ауырады. Оның ішінде балалардың үлесі 60%-ға жуық. Дамушы елдерде ангина жиірек кездеседі. Себебі медициналық көмекке қолжетімділік төмен, антибиотиктерді дұрыс қолдану мәдениеті қалыптаспаған. Маусымдық ерекшеліктер. Ангина көбінесе қазаннан наурыз айына дейін жиі тіркеледі.
Ангина және заманауи ғылым, медицина дамыған сайын, ангинаны зерттеу әдістері де жетілдірілуде. Жаңа антибиотиктер, стрептокок төзімділік пайда болғандықтан, жаңа антибиотиктер шығару маңызды тақырыпқа айналды. Вакцина жасау бағыттары. Ғалымдар стрептококқа қарсы арнайы вакцина дайындауға талпынып келеді. Жасанды интеллект көмегімен диагноз, фарингоскопия суреттерін талдау арқылы ангинаның түрін анықтайтын алгоритмдер жасалды. Генетикалық зерттеулер. Кей адамдардың ағзасы стрептокок инфекциясына төзімді, ал кейбірінде жиі қайталанады. Бұл генетикалық бейімділікпен түсіндіріледі. Қорытынды, ангина жай ғана тамақ ауруы емес, ол бүкіл ағзаға әсер ететін қауіпті дерт. Дұрыс емделмесе, жүрекке, бүйрекке, буындарға зақым келтіреді. Бұл еңбекте біз ангинаның анатомиясын, пайда болу себептерін, түрлерін және даму механизмін, белгілерін және диагностикасын, емдеу жолдарын, асқынуларын, балалар мен жүкті әйелдердегі ерекшеліктерін, халықтық емдер мен алдын алу шараларын, әлемдік статистика мен ғылымдағы жаңалықтарды толық қарастырдық. Жалпы ұсыныстар, әрбір тамақ ауруына жеңіл қарамау керек. Өздігінен антибиотик қабылдауға болмайды. Ангинаны соңына дейін емдеу, асқынудың алдын алады. Балалар мен жүкті әйелдер міндетті түрде дәрігер бақылауында болуы тиіс. Иммунитетті күшейту ең сенімді алдын алу шарасы. Болашақ, медицина дамыған сайын ангинаны емдеу жолдары да жеңілдейді. Бірақ ең бастысы, әрбір адамның өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауы. Салауатты өмір салты, гигиена, дұрыс тамақтану ангинамен күрестің негізгі кепілі.